Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі пәніміз тіл дамыту теориясы мен әдістемесі пәні. Тақырыбымыз мектепке дейінгі сауат ашудың, оқытудың әдіс тәсілдері, сауат ашуға қойылатын талаптар. Өткен тақырыпты қайталайық. Сауат ашу негіздері қандай білім беру саласына жатады? Кім айтады? Сауат ашу негіздері бөлімі қатынас білім беру саласына жатады. Өте жақсы. Сауат ашу негіздерінің неше бөлімі бар? Сауат ашудың 3 бөлімі бар. Олар сауат ашуға дейінгі, сауат ашудан кейінгі 3 кезеңге бөлінеді. Рахмет. Дыбыстың әріптен айырмашылығы неде? Дыбысты айтамыз және естиміз, ал әріпті көреміз және оқимыз. Олай болатын болса тақырыбымызға көшейік. Сауат ашудың негізі сөз дейміз. Ендеше осы сөзді талдау барысында қандай әдіс тәсілдерді қолданамыз, соған тоқталайық. Сіздерге сұрақ, талдау дегеніміз не? Талдау дегеніміз көлемді нысанды бөлшектеу. Дұрыс айтасыз Айғын. Талдау әдісі сөйлеуден сөйлем, сөйлемнен сөз, сөзден буын, буыннан дыбысты бөліп алу, дыбысты жеке дыбыстарды әріптермен таңбалау. Бұл осы айтылған құрылымның бәрі талдау әдісіне жатады. Жақсы. Жинақтау әдісі дегеніміз не? Ұсақ бөлшектерді біріктіріп, көлемді сөйлем жасау. Дұрыс айтасыздар. Жинақтау әдісі ол дыбыстан буын, буыннан сөз, сөзден сөйлем, сөйлемді сөйлеу арқылы тұтас әңгіме құрастыру болып табылады. Сауат ашу кезеңінің міндеттері және оған қойылатын талаптар. Бірінші, сөзге буындық дыбыстық талдау жасау, дыбыстар мен әріптерді таныту мақсатында сөз бен жеке дыбысты бөліп айтуға үйрету, бөліп алынған дыбыстың орнын, ретін анықтайды, яғни сөздің басында, ортасында, соңындағы орнын, жеке дыбысты анық естіп, дұрыс дыбыстауды меңгерту, оның дауысты не дауыссыз екенін айқындау. Яғни бұл бірінші бөлімде немен жұмыс жасалады? Немен жұмыс жасалады? Дыбыстармен жұмыс жасалады. Екінші, таныстырылған дыбыстарымызды сөзге жинақтау, буын құрамын ажырату, берілген заттардың суреті бойынша сөз құрастыру. Енді не істейміз екінші бөлімде? Дыбыстарымызды жинақтап, буын құраймыз, буыннан не құраймыз? Сөз құраймыз, сөзден сөйлем құраймыз. Жақсы. Келесі, таныстырылып отырған әрпіміз бойынша жеке сөйлемдер мен қысқа мәтіндерді дұрыс оқуын қалыптастыру, ондағы мазмұнды суреттер бойынша сөйлем әңгіме құрастыру. Келесі кезең неге көшеміз енді? Келесі кезеңде? Келесі кезеңде дыбысты әріпке не істейміз? Айналдырып, енді не істейміз балаларды? Айтылымнан оқылым бөліміне көшеміз. Әріптерді қоса отырып, балаларды оқуға үйретеді екен. Жеке әріптерді жазуға үйрету, жазу үлгісі бойынша жазу, сауат ашу кезеңінде балалар ана тіліміздегі барлық дыбыстармен, олардың әріптерімен танысып, оқуға, жазуға үйренеді. Яғни 4-ші бөлімде енді балалармен қандай әрекет түрін жасаймыз? Жазу. Енді балаларды әріптермен таныстыра отырып, жазуға үйретеді екенбіз. Жақсы. Сабағымыздың практикалық бөлігінде сіздермен осы сауат ашу бөлімінің тақырыптарына тоқталғым келеді. Соның ішінде бүгін сіздер практикалық бөлімде Б дыбысымен, әріпмен таныстырудың ұйымдастырылған оқу қызметінің жоспарын талдаймыз. Мұқият тыңдаңыздар. Қанаты бар ұшпайды, су астында қыстайды. Ол не? Дұрыс айтасыздар. Балық. Кәні, барлығымыз балық сөзін айтып көрейікші? Бәріміз бірге. Балық. Тағы да. Балық. Жақсы. Балық деген сөзде бірінші дыбыс қандай дыбыс? Қандай дыбысты естіп тұрсыздар? Балық. Кәні, енді Б дыбысын айтып көрейік. Қандай ерекшеліктерді көріп тұрсыздар? Б дыбысын айтқанда ерін бір-бірімен түйіседі. Жақсы. Олай болатын болса, Б дыбысы қандай дыбыс? Дауыссыз. Дауыссыз дыбыс. Дәлелдеңіздер. Себебі оны айтқан кезде Б дегенде тота қаласын, ал айғалап айтамыз. Мысалы, А,
қалай сауат? Яғни біз б дыбысын әндетіп созып айта алмаймыз. Тіліміз кедергілерге ұшырайды. Сондықтан б дыбысы дауыссыз дыбыс. Жақсы, б дыбысының дауыссыз дыбыс екенін анықтадық. Енді есімізге түсірейікші, дауыссыз дыбысты қандай текшемен белгілейміз? Алдарыңызда текшеден алып көрсетіңіздер. Балық деген сөзден біз б дыбысын айқындап алдық. Енді осы б дыбысына буын құрастырып көрейікші. Ба, бе, би, бу, б, бө, б. Өте жақсы. Енді балық деген сөзді буынға бөліп көрейік. Балық деген сөзде неше буын бар екенін анықтайық. Жоқ. Буынға бөлу қалай жүргізіледі? Иә. Кәні. Бастай берейік пе? Кәні буынға бөлік. Балық. Балық деген сөзде неше буын бар? Екі буын бар. Жақсы. Бірінші буын? Ба. Екінші буын? Лық. Жақсы. Енді балық деген сөзде б дыбысы қай буында тұр? Балық сөзінде б дыбысы бірінші буында тұр. Ба. Алдарыңыздағы карточкадағы суретке қарап, балық сөзіне дыбыстық талдау жасаңыздар. Балық деген сөзде 5 әріп 5 дыбыс бар, және де 2 дауысты дыбыс, 3 дауыссыз дыбыс бар. Жақсы. Енді б дыбысына байланысты сөз ойла, тез ойла деген дидактикалық ойын ойнаймыз. Бірінші топ сіздер б дыбысының сөздің басында кездесетін сөздерді іздейсіздер, ал екінші топ сіздер б дыбысының сөздің ортасында келетін сөздерді қарастырасыздар. Алдарыңызда ақ қағаз берілген, соған жазасыздар. Бізге берілген тапсырма б дыбысының сөздің басында кездесетін сөздерді табу. Бірінші сөз батыр, банан, биші, бақыт, балалар, балдырған, бота, балмұздақ. Жақсы. Ал бізге б дыбысының сөздің ортасында кездесетін сөздерді берді. Табу керек болды. Олар бабалар, бабажан, бейбітшілік, бейбітжан, бабалық, табақ, таба, сабақ. Өте жақсы. Жақсы. Өзімізге қолымыз соқпайық. Балық, бал, балмұздақ, балға деген сөздерге 3 сөзден тұратын сөйлем құрастырыңыздар. Балық сөзіне 3 сөзден тұратын мынандай сөйлем құрастырдық. Балық суда жүзеді. Балға деген сөз. Сөзіміз балға. Біздің балға өткі. Бізге бал деген сөз берілді. Бал деген сөзден 3 сөзден тұратын мынандай сөйлем құрастырдық. Бал өте тәтті. Бізге берілген балмұздақ сөзіне 3 сөзден тұратын мындай сөйлем құрастырдық. Балмұздақ тез ериді. Алдарыңызға сөйлемнің құру моделі берілген, тірек сызбасы берілген. Осы модельге қарап, өздеріңіз тыныс белгілерін қолдана отырып, сөйлем құрастырып жазыңыздар. Мектепке дейінгі ұйымдарда
мектеп алды даярлық топтарында сауат ашу негіздерін өткізуде дыбыстардан кейін балаларды біз әріптермен таныстырамыз. Әріптерді таныстыру бастапқыда бірден жазуға көшу емес, әріптің сұлбасын естеріне сақтау мақсатында жүргізіледі. Ол үшін біз әріпті балаларға ең алғаш рет ауада жазуға үйретеміз. Сондықтан қазір бәріміз оң қолымызды көтеріп, Б әрпін ауада жазып көрейік. Ауадан ол үшін ең алғаш рет нүкте аламыз, нүкте қоямыз. Сол нүктеден бастаймыз. Нүктеден төмен тура сызық жүргіземіз. Онан кейін солдан оңға қарай тура сызық, төменнен жоғары сызық, оңнан солға қарай сызық сызамыз. Жоғары жағында солдан оңға қарай тура сызық сызамыз. Яғни балаларға, мектеп жасына дейінгі балаларға әріпті ауада жазу процестерінде әрбір қадамын алгоритм түрінде айтып отыру керек. Бала ауада жазып үйренгеннен кейін енді осы әріптің сұлбасын біз штрихтау арқылы, құрастыру арқылы балаларға жасатамыз. Менің сізге бергелі тұрған тапсырмам, алдарыңызда күйзенер таяқшалары жатыр. Осы күйзенер таяқшаларынан Б әрпінің сұлбасын құрастырыңыздар. Сіздердің назарларыңызға осы тақырып бойынша балабақша тәрбиешісінің сабақ үлгісін ұсынғым келіп отыр. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Талдау, жинақтау әдісі қай жерде көрініс тапты, өздеріңізге жазып алып отырыңыздар. Балалар, дыбыс дегеніміз не? Ал әріп дегеніміз не? Есімізге түсіреміз. Керемет балалар. Дұрыс айтасыңдар. Біз дыбысты естиміз, айтамыз, ал әріпті көреміз және жазамыз. Яғни, әріп ол біздің дыбысымыздың таңбасы. Ал енді ойлан тап, сендерге жұмбақ жасырайын. Мұқият тыңдаймыз. Ақ сарайын талқандап, шықты біреу талтаңдап. Жарайсыңдар балалар, жұмбақтың шешімі балапан, дұрыс таптыңдар. Ал балапан сөзі Б дыбысынан басталады. Сонымен бүгінгі өтетін тақырыбымыз Б дыбысы және әріпі. Бүгінгі сабағымызды қорытындай келіп, талдайық. Бүгінгі сабағымызды бір сөзбен сипаттаңыздар. Бүгінгі сабағымызда талдау жинақтау әдісін үйрендік және оны практикалық жүзінде қалай қолданатынымызды білдік. Салыстырыңыздар. Талдау әдісі мен жинақтау әдісін салыстыра келе, жинақтау әдісінде сөйлемді талдау арқылы жинақтадық, ал талдау әдісінде үлкен бір сөйлемді шашу арқылы оны талдадық. Бүгінгі сабақта біз нені зерттедік? Зерттеңіздер. Бүгінгі сабақта біз Б дыбысын зерттедік. Б дыбысы зерттегенде айту барысында ерін бір-бірімен түйісіп отырады. Бүгінгі сабағымызда сіздер не үйрендіңіздер, не қолдандыңыздар? Бүгінгі сабағымызда көрнекі құралдарды қолдана отырып, дыбыс, сөз, сөйлем туралы түсінік алдық. Бүгінгі өткен практикалық бөлігімізге талдау жасаңыздар. Бақа сөзінде 4 дыбыс, 4 әріп бар. 2 дауысты дыбыс және 2 дауыссыз дыбыс бар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келіп, бүгінгі сабақта не білдіңіздер деген сұрақ қойғым келеді. Бүгінгі сабағымыздың барысында талдау және жинақтау әдісінің теориялық білімін меңгердік және анықтамасын қолданып, практикалық жағдайда қалай қолдану керек екенін түсіндік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.